тағамдардың, салаттардың дәмін келтіру, ас қорытылуын жеңілдету, иммунитетті күшейту тұрғысынан маңызды С дәруменінің қоры саналатын лимон тарихта дәрі ретінде де, оларға қарсы у дәрі қайтарғыш және құрт құмырсқаларға қарсы у ретінде де қолданылады. Лимон дәрі іспеттес жеміс және оның пайдасын санап бітіре алмайтын дәрежеде. Солардың кейбіреулері мыналар: ауыздағы жағымсыз иістерді кетіреді, өт айдайды, тәбетті арттырады, жүрек айнуының алдын алады, құсуды тоқтатады, ас қорытуды жеңілдетеді, ісікті кетіреді, асқазанды қуаттандырады, теріге жағылса құлпыртады, сияның дақтарын кетіреді, бауырдың жұмысын жақсартады. Тамақ ауруы: балмен араластырылған лимонды емдік сироп ретінде ішуге болады. Безеулер: лимонның суы балмен араластырылып безеулі жерлерге жағылады. Ісіктер: лимон ісіген жерлерге жағылса пайдалы. Иісті қолдар: пияз бен сарымсақ иістері қолға сіңген жағдайда лимонды ысқылау жағымсыз иісті кетіреді. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерінен келген. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ шаюға болады. Тістерді нығайту: егер сіз тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын десеңіз, тістеріңізді лимонмен ысыңыз. Егер сіз байқаусызда сорпаны артық тұздап алсаңыз, оған аздап лимон шырынын сығуға болады. Сонда артық тұздылық сезілмейді. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.